Семей. Бозбала Мұхтар қазақ даласына келген ұлы өзгеріс, қазан төңкерісін осында қарсы алды. Сөйтіп болашақ ғұламаның өмірге көзқарасы аласапыран астан кестен уақытта қалыптаса бастады. Мен 6 жастамын. Сонда Мұхтар өзінің бір топ жолдастарымен біздің үйде қонақта болған есінде. Сонда әміре әнші домбырамен ән салды. Енді баладан өзімнің есімді қалғанын айтам ғой. Исайын дейтін әнші бар еді. Баланың көңілі аққаға сияқты. Көкбай, Абайдың досы. Сосын Қалел Ғаббас үлкен Алашорданың қайраткері. Москваның университетін алтын медальмен бітірген біздің үйде қонақта болды. Мұхтар ылғи алғашқы өзің жазған пьеселерін қолжазба күйінде сахнаға даярлайды ғой. Сонда репетициясын біздің үйде өткізетін. Анау ел ағасы дейтін пьесасын, Бәйбіше Тоқал, Еңлік Кебек, мен көзіммен көрдім. Алашорданың қайраткерлерінің бәрі біздің үйде болған. 1918 жылдан бастап Абай журналын шығарды. Мұхтар мен редакторы Жүсіпбек Аймауытов екеуі. Сол журналға менің әкем кәдімгідей соның шығуына ылғи көмектесіп тұрған енді, ақшасын аямаған. Содан бастап Мұхтар біздің үйде менің әкемді өзінің туған ағасындай көріп кеткен. Ләгірден бізді шықтық, енді ләгірдің емі бар кәдімгі жаман бәтіңкімен не билет алып береді, паспорт береді, рабочий деп. Сосын мұқаңызбен айтеттім, жұлып алып тұрып баны. Мен, ой қайымсың, айналайын, қайынан аман сен келдің бе? Қазір мен барам. Ой, мұқа келмеген. Мен көретін түрімде жоқ. Сосын үйге телеграм беріп қойдым, дедім. Сосын ендеше бұлай, мен қазір Индияға жүрейін деп жатырмын. Сен Семейде 15 күн болды, біздің үйге келді, деді. Содан мұқан келді. Сосын бардық. Қаптаған машина, құдылай сақтасын, кім жоқ. Мен өзім қоңғана пойыздан түсіп көшеді, жібермейді. Мен енді қағып жүріп бардым, шляпасын ұстап түсіп көшеді. Құшақтап мен сүйіп жатыр. Елдің бәрі сол күн түнімен сол үйде қонақта болды. Ел тарады. Сосын кейін мұқан оңаша отырып, сосын үстел басына келіп, ал әңгімелесейік деп, сосын әңгіме сұрады мұқан. Қалай жаттың тұрмадағы өзінің жатқанын айтты алды менен. Не ойлап жаттың? Не ойлап жаттым? Енді Құдайға сыйынып жаттым. Жазғым жоқ. Туған ел, алтын бесік ұшқан ұям. Көз жұмылмай тұрғанда айтып қиям. Тарты көр Семейімнің топырағы, төстікте жеріңе мен еркін сиям деп жаттым.